Өзіңді табудың ең жақсы жолы басқалардың қызметінде өзіңді жоғалту. Жолдан қорықпа, бір орында ұзақ тұрудан қорық. Гүл басқа гүлдермен бәсекелеспейді, ол жай ғана гүлдейді. Тіпті ең баяу қадамның өзі мақсатқа жетелейді. Ең маңызды сабақ өзгерте алмайтын нәрсені қабылдауды үйрену. Бақыттың сыры кішкентай нәрселерден қуаныш табу. 1000 мильдік жол бір қадамнан басталады. Мақсат айқын болса, жол да айқын болады. Нағыз байлық көп нәрсеге ие болу емес, қажет нәрсенің болуы. Әр күн жаңа бастама болсын. Ұзақ өмір сүрудің сыры әр күннің кішкентай сәттерінен қуаныш табу. Нағыз сұлулық қарапайымдылық пен үйлесімділікте. Егер сіз жолды білгіңіз келсе, оны басып өткендерден сұраңыз. Нағыз бақыт жан тыныштығын таба білуде. Қанша істеп жатқаныңыз емес, не істеп жатқаныңызды қаншалықты жақсы көретініңіз маңызды. Сіз махаббат сыйласаңыз, сіз оны 2 есе көп аласыз. Тек үнсіздікте ішкі даусыңызды ести аласыз. Нағыз күш қиындықтарға қарсы күле білуде. Басқалармен бөліскенде біз қуанышымызды арттырамыз. Біздің әрекеттеріміз сөзден гөрі біз туралы көбірек айтады. Қазіргі кездегі әрбір сәтіңізге шүкіршілік етіңіз. Кетем дегенді ұстама, келем дегенді қума. Уайым, қайғы, жыртылған көйлек, онымен сыртқа шықпау керек. Ақымақтармен есерсоқтарға жол бер. Күн адалмен арамды таңдамай, бәріне ортақ жылу сыйлайды. Біреуден күдіктенбес бұрын, оны алдымен 7 рет сынап ал. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырдың еншісіне қалдыр. Жеңіс қарсыласына қарағанда 1,5 сағатқа шыдай алатын адамға ғана бұйырады. Күліп тұрған адамға ешкім тапанша тақай алмайды. Егін піссе, басын төмен сүреді, адам байса, басын жоғары көтереді. Сұрасаң 1 минут ұяласың, сұрамасаң өмір бойы ұятқа қалып жүресің. Ерлі-зайыптыларға күйеуі және әйелі болу ғана аздық етеді. Кейін жан жақты іздемес үшін олар бір-біріне дос әрі көңілдесте болу керек. Қайғы келсе, өзіңе арқа сүйе. Тойласаң, бәрі келеді, қайғырсаң, жақының ғана келеді. Біреудің жақсылығын да, ренжіткеніндей ұзақ ұмытпа. 3 жаста жаның қандай болса, 100 жаста да сол күйі болады. Ер мен әйел көзбен қолдай болу керек. Қол ауырса, көз жылайды. Көз жыласа, қол жасты сүртеді. Әдемі гүлдер жақсы тұқым бермейді. Жанға жылу сыйлайтын бір сөз 3 ай қыстан тоңбай өтуге көмектеседі. Әйел қаласа,
жартасты да жарып өтеді. Күлкі естілген үйге бақыт үйір. Уайым тастың үстінде отырып, тастың жұмсақ болуын күтумен тең. Уайымдау оқиғалардың нәтижесін өзгертпейді, бірақ ол сіздің күніңізді бұзуы мүмкін. Уайымдарың судағы жапырақтай қалқып, жаныңа тыныштық сыйласын. Болашақта не болуы мүмкін деп алаңдамай, осы сәттен ләззат алыңыз. Мазасыздық бұл күмән мен қорқынышқа толы кеңістік. Мазасыздық тұман сияқты, сіз алға ұмтыла бастағанда жоғалады. 7 рет өлшеңіз, 1 рет кесіңіз, сонда бәрі жақсы болады. Тіпті ең ұзақ түн таңмен аяқталады. Ең терең өзеннің өзі ақырында теңізге жетеді. Гүлдер гүлдену үшін уақыт алады, бірақ ақырында олар өздерінің сұлулығын ашады. Сен үшін әлем өзгереді деп күтпе. Әлемді басқаша көру үшін өзіңді өзгерт. Кез келген пішінге бейімделе алатын, бірақ мәнін сақтайтын су сияқты бол. Өмірдің құндылығы күндер санымен емес, жүрек соғысын тездететін сәттердің санымен анықталады. Табыс түпкі мақсат емес, бұл саяхат. Әрқашан алға жылжыңыз, жақсылыққа ұмтылыңыз, бірақ жолдағы қуанышты ұмытпаңыз. Заттың құндылығы оның құнында емес, өмірге беретін мағынасында. Қолыңызда бар нәрсеге риза болыңыз, және өміріңіздің әрбір сәтін бағалаңыз. Жеңілісті жеңіске жету жолының бір бөлігі ретінде қабылдауды үйрен. Өзіңізді материалдық жетістіктеріңізбен емес, ішкі әл-ауқатыңызбен бағалаңыз. Өмірді өзіңіз үшін және басқалар үшін жақсырақ ету қабілеті, міне нағыз құндылық. Қарым-қатынастағы бақыт бұл бірін-бірі тыңдау және түсіну қабілеті. Сенімнен айырылғанша бәрін жоғалтқан жақсы. Аманатқа қиянат жасаған адам ең үлкен байлықтан айырылады. Сатқындық ет емес, жүректі кесетін қылыш. Саған опасыздық жасайтын адаммен болғанша, жалғыз өзің болған жақсы. Қарапайым өмір сүріңіз. Өмірге құрметпен және ризашылықпен қараңыз. Сатқындық екі жаққа да зиянды әсер ететін у. Саған сенетіндерге ешқашан опасыздық жасама. Құрметті көрермен, ана тілді арнамыздың дамуын қолдай отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.